Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өзімнің әрдайым тапсырысқа жасайтын заварнойдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны толық соңына дейін көріңіздер. Ал бастайық. Ол үшін бізге осындай ыдыс керек болады. Менің ыдысымның асты қатты жуан емес, және де қатты жіңішке де емес, орташа. Енді осының үстіне біз су құямыз және де сүт құямыз. Шым-шым тұз және де 1 шай қасық қантты саламыз. Және де салқын сары майды саламыз. Енді осы ыдысымызды алып плитаның үстіне қоямыз. Араластырып тұрамыз. Осы майды толықтай еріту керек. Достар, майымыз толық еріді. Енді осылай қайнайын деп жатқан кезде плитаны баяу отқа қоямыз. Және де осылай 30-40 секундтай күте тұрамыз. Толықтай бізде қайнап кету керек. Толықтай қайнап кету керек. Сол кезде барлық ұнды саламыз. Плитамызды баяу отқа қоямыз. Содан кейін ұнның барлығын салып, жақсылап тоқтамай 2,5-3 минуттай асықпай араластырамыз. Біздің ұнымыз толықтай араласу керек. Және де қамырымыз жақсы құрғау керек біздің. Осы видеода көрсетілгендей асықпай барлық жерін жақсылап араластырамыз. Байқап тұрғандарыңыздай уақыт өте біздің қамырымыз құрғап жатыр. Қамырды жақсылап құрғатып алсаңыздар, онда біздің заварнойларымыз әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Қамыр дайын болды. Енді осыны толықтай суытуымыз керек. Тек суығаннан кейін ғана барып жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны міндетті түрде өлшеп саламыз. Сол кезде заварнойларымыз жақсы шығады. Артық та емес, аз да емес, кәдімгідей тараздың көмегімен осылай өлшеп салуымыз керек. Менде мына жерде 4 жұмыртқадан 180 грамм шықты, бірақ жұмыртқаның көлемдері әрқалай болғандықтан сол үшін тараздың көмегі керек болады. Енді оны толықтай жақсылап араластырамыз, асықпай 1,5-2 минуттай араластырып аламыз. Одан кейін барып кондитерский мешокқа насадкасын қойып, противенге пергаменттің үстіне барлығын жайғастырып алатын боламыз. Мен осындай насадканы қолданамын. Бұл негізі эклерге арналған насадка, бірақ осымен профитролида әдемі шығады. Кондитерский мешокқа көп салмаймын, аз-аздан салып отырамын, өйткені қамыр қою болғандықтан ол кондитерский мешок жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан аз-аздан салып, осылай жайғастырып шығамыз барлығын. Осылай асықпай видеода көрсетілгендей сығып шығасыздар. Осы қамырдың рецебімен эклер және де заварные кольца, пари-брест деген пирожныларды дайындай беруге болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар комментарийге, мен міндетті түрде жауап беремін. Және де мені қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда да жақсы рецепттерді салып отыратын боламын. Өзім тапсырысқа дайындайтын ақылы мастер-класстардан сатып алған рецепттермен бөлісіп отырамын тегін. Осы кезде пешті қосып, алдын ала қыздырып қоя беру керек. 170 градусқа. Менде смек пеші өте қатты қыздырады, сол үшін 170 градусқа қоямын. Егер де сіздерде баяу қыздыратын болса, онда 180 градусқа қойсаңыздар болады. 170 градуста 40-45 минутта
менде пісіп шығады. Осылай көтеріліп, әдемі болып, және де ортасын ашып көрген кезде ортасы қуыс болып тұрады. Осы жерге крем саламыз. Заварнойларды суытамыз. Суығанша кремін дайындап қоямын. Ол үшін мен табиғи 33%-дан жоғары сливки пайдаланамын. Сливки салқын болу керек, оның үстіне қантты қосып жақсылап миксерлейміз. Қою крем болғанша миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды. Осылай заварнойларды тесіп аламын. Кремді оңайырақ құю үшін ішіне кондитерский мешокқа салып, осылай заварнойлардың ішін толтырып шығамын. Осымен біздің заварной пирожныйларымыз дайын болды. Осылай әдемілігі үшін сахарная пудрамен сеуіп қоямыз. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де қалай шыққанымен комментарийге бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.